Құрметті көрермендер, бүгінгі ең қызықты тартыстардың бірін тамашалайтын боламыз. Көкпардың қызықты емесі болмайды. Сондықтан бүгінгі командалар таныстыра кетейік. Алаң егелері Байтерек командасы бірінші нөмірде Молдабек Ерғанат, астындағы ат Тайсын. Екінші нөмірде Көрпебаев Дархан, астындағы ат Ақжол. Үшінші нөмірде Хасенов Болат, астындағы аты Байқоңыр. Төртінші нөмірде Еспергенов Дулат, астындағы аты Алғабас. Бесінші нөмірде Еримов Әділ, астындағы аты Нұрғасқа. Алтыншы нөмірде Кәрібаев Алмас, астындағы аты Құйын. Жетінші нөмірде Шалғынбаев Рамазан, астындағы аты Месси. Сегізінші нөмірде Тілеубай Алихан, астындағы аты Бұйрық. Бесінші нөмірде Таусар Еркебұлан, астындағы аты Реал. Реал атты тұлпар Қазақстан облысының құрама командасының аты болып саналады. 10-ші нөмірдегі Боранов Жалғас, астындағы аты Таусоғар. 11-ші нөмірдегі Өтесхан Еламан, астындағы аты Туз. 12-ші нөмірде Қалымжанов Жасұлан, астындағы аты Құсмұрын. Нөмірде Хасенов Азамат, астындағы аты Қасқалтақ. 2-ші нөмірде Нұрболат Қартқожақ, астындағы аты Акинак. 4-ші нөмірде Кил Владимир, астындағы аты Мүбәрәк. 5-ші нөмірде Ережеп Абай, астындағы аты Селжук. 6-ші нөмірде Жұмашев Тахир, астындағы аты Ханкөк. 8-ші нөмірде Канапин Ерлан, астындағы аты Хазар. 8-ші нөмір Қабжанов Арслан, астындағы аты Бурабай. 9-ші нөмір Қаттабосынов Алишан, астындағы аты Басар. 10-ші нөмірде Жамбылов Диас, астындағы аты Тұман. Және 11-ші нөмірдегі Ислямов Кенжебек, астындағы аты Көкдауыл. Ойын басталды. Қос команда, екі командада бір-бір жеңісі бар командалар. Жеңілістің ыстық дәмін татып көрмеген командалар ащы дәмін. Ортада Серкеге жаппай талас. Ережеп Абайдың Серкені көтерген сәтін көрдіңіздер, көтеріп кете алмады. Ортаға 1 минут уақыты өтті. Серкені алып кетпейсіздер ма? Ортада жекпезек. 6-ші нөмірде Тахир Жұмашев және 2-ші нөмірдегі Дархан Көрпебаев. Дарханның астындағы аты Ақжол, Тахирдің астындағы аты Ханкөк. Жекпе-жектің атымен Ханкөкпен Тахирдің мерейі үстем болып шықты. Астана қаласының шабандоздары шабуылда. 9-ші нөмірдегі шабандоз Еркебұлан Тауасар басып баратқан сәтін көрдіңіздер. Алып кетті. 2 метр жерге түсіп қалды Серке. Серке көтеріліп шықты, әттең. Серке жерде түсіп қалды. 9-ші нөмірдегі шабандоздың көтеріп атқан шаты Еркебұлан Тауасардың Реал атты солпырмен. Тахир Жұмашев тағы көтеріп шықты Серкені. Не істегенін түсінбей қалдық, төрешінің пәрменін күтеміз. Қай шабандоз? Әдеке айтып беріңізші, қай шабандоз қара мәреге? Еркебұлан Тауасаров қанша уақыт? 2 минутке қара нарыға шығарылды. Қарсылас шабандоздың арқасынан тартқан үшін. Серке тағы да тауып шықты. Жылдам екен ғой. Кәрібаев Алмас Құйын атты тұлпармен жеке дәрі кеткен сәтін көріп тұрсыздар. Мәренің басына өткізіп жіберген сәті өтіп кетті Серке. Қазір көреміз салым. Есеп Байтерек командасы
Oyunun 3. minut, 4. minutunda esepti açtı. Kərbayev Almaz. Kuyun attı tulpar menen Kərbayev Almaz esepti. Al arqaray. Oyun жалғасын табады. 11-ші нөмірдегі Исламов Кенжебектің серкені көтеріп шыққан сәтін көрдіңіздер. Жеке дара ашылып алған сәті. Астана қаласының шабуылын көретін боламыз енді кезекте. Ең тартысты, ең жылдам ойындардың бірін көрсетіп жатыр. Екі жақтың шабандоздар жеке дара кеткен сәтін көріп тұрсыздар. Өткізіп жіберді, қорғаушылардың мықтылығы ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек Такиров Жұмаш жеңімпаз болып саналды. Серкені көтеріп шықты, астында қат Хангөк. Палуандар тартып алды, Бәйтеректің палуандар. Қай палуан екен біз көрмей қалдық. Дархан Көрпебаевтың тартып кеткенін көрдік. Арслан Қабжановтың тақымында кетті серке. Арслан Қабжанов астында қат Мүбәрәк. Арслан Қабжановтың әдемі қорғанып баратқанын көріп отырсыздар. Бәйтерек командасын шабуылда Астана қаласының командасы. Серке алаң сыртына шығып кетті. Тахир Жұмашев. Ақжалдың өнерін көрдіңіздер қазір. Осы жол Дархан Көрпебаевтың мерейі үстем болды. Дархан тақымға басып шықты. Пас ауысқан сәтін көріп жатсыздар. Серке алаң сыртына шығып кетті. Ортадан жекпе-жекпен жалғасын табатын болады. Ортада қателеспесек Дархан Көрпебаев пен Ақжалды тізгіндеген және Ханкөкті тізгіндеген Тахир Жұмашевтар ортада жекпе-жек өнерін көрсетеді. Ортада жекпе-жек Ханкөк пен Ақжал, Тахир мен Дархан. Оң жағына шығып ал, Дархан. Шығып ал оң жағына. Тахир Жұмаш серкенің көтерген сәтін көрдіңіздер. Енді жаппай араласа беруге болады. Көкпарға шеңберден шығып кетті көкпар. Палуан. Палуан, еркем бас. Көтерді. 9-ші нөмірдегі ойын тоқтатылды. Төреші уақытты тоқтатып қойған болатымыз. Төреші. Алаңдағы төреші. Ал жіберді уақытты. Жоқ, тоқтат. Тақымда болды ғой, неменеге додаға да? Тақымда болды. Тақымда болды ғой. Төреші тақымда болды. Төреші. Ойын арғыры жалғасын тауып жатыр. Төрешінің шешімі ойын жалғастыруға шешім қабылдады. Ойын жалғасуда. Ойынның 10-ші минуты өтіп жатыр.
Ойын ары қарай жалғасу табында Ақжал мен Дархан Көрпебаев, Хангөк пен Тахир Жұмашев. Дархан Көрпебаев серкені көтерген сәті, Тахир Жұмашев осы жол жеке дара шабуылға шыққан Дархан Көрпебаев, астындағы ат Ақжал. Қос жағынан қысып Астананың ойыншылар алаң сыртынан шығарып атқан сәтін көріп жатсыздар. Осы жерде әдем пас ауысып кетті. Еспергенов Дулаттың тақымында жеке дара шабуылға шыққан Дулат. Абай Ережептің тартып баратқан сәтін көрдіңіздер. Алаң сыртына Көкпар шығып кетті. Есеп 1-0, ойынның 11-ші минуты. Ортада Дархан Көрпебаев, астындағы ат Ақжал. Және Тахир Жұмашев, астындағы ат Хангөк. Есеп 1-0, ойынның 12-ші минут, кездесудің 12-ші минут өтуде. Дархан Көрпебаевтың көтерген сәтін көрдіңіздер. Ақжал мен Серкені. Серке жерден көтеріліп атқан сәті. Дархан Көрпебаев Серкені тақымға басып алды. Шеңбердің ішінде енді шабуылға шығуға мүмкіндік жасап жатыр. Еркебұлан Тау Асардың тақымынан Серке алаң сыртына шығып кетті. Ортадан жекпе-жекпен жалғасатын болады. Ойынның 13-ші минуты өтіп жатыр. Кезеңнің аяқталуына 7 минут қалды. Ортада жекпе-жек. Дархан Көрпебаев Ақжал менен, Тахир Жұмашев Хангөк менен. Көкпарды алып шыққан шабандоз Тахир Жұмашев алаң сыртынан шығып кетті. Екі команда да бір-біріне тең өнер көрсетіп жатыр. Көкпар ортадан кетпей жатыр. Ортада сол бәріміз үйреніп қалған Дархан Көрпебаев пен Тахир Жұмашев, Ақжал мен Хангөк. Бірінші кезеңнің аяқталуына 6 минут уақыт бар. Енді шеңберден көкпар шыққасын жаппай араласу басталады осы жерде. Серке түсіп қалды. Абай Ережеп Абайдың көтеріп шыққан сәтін көрдіңіздер. Жеке дара шабуылға шығып баратқан Ережеп Абайды көріп отырсыздар. Астана қаласының шабуылы. Есеп 1-1, Ережеп Абай. Ережеп Абай, астындағы ат Силжук, Астана қаласы. Есеп 1-1. Ортада жаппай көкпарға талас. Бірінші кезеңнің аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Ережеп Абайдың көтеріп шыққан сәтін көрдіңіздер. Жеке дара кеткен сәті. Астындағы ат Силжук. Орында тоқтаған сәті Ережеп Абай шабуылды Астана қаласы. Астана қаласынан келген шабандоздар.
Esepke alınmadı. Serke şengberge teyip kaldı. Oyunun ayaktalığına 3,5 minut kaldı. Жаппай көкпарға талас. Талас салды ма? Қалып жатыр ya. Көтеріп кет. İslam Кенжебек İslamның тақымында Серкені әттең жерге түсіп қалды. Ерлан Канапиннің көтеріп шыққанын көрдіңіздер. Серкені. Астана қаласының шабандоздар шабуылда қорғанып атқан Байтерек командасы. Ерлан Канапин астындағы Бурабай. Жеке дара шабуылға шығып баратқан Оспанов. Шабуылды көріп атсыздар. Жан алып жан беріс. Екі командада есеп тең. Алаң сыртына көкпар шығып кететін болды. Рас. Ойын Байтерек командасының мәресінің жақын жерде жекпе-жекпен жалғасын табатын болады. Ортада Такир Жұмашев және Дархан Көрпебаев, Ақжал мен Ханкөк. Бұл жол Такир Жұмашевтың мерей үстем болған сәтін көрдіңіздер. Тоқтап жатқан сәті. Такир Жұмашев Ханкөкпен шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Ойынның аяқталуына кезеңнің аяқталуына 1,5 минут қалды. Арслан Қабжанов қауысты. Көкпар Арслан Қабжанов қауысты. Аут. Тоқтат Арслан, тоқтат. Төрешінің пәрменін естіп тұрсыздар ғой. Ортадан жекпе-жекпен жалғасын табатын болады. Төреші ойынның аяқталуына 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Төреші бірінші кезең аяқталды. Абай бері әкеле салса, Абай бері қарай әкеле салшы. Бірінші кезеңі басталды. Есеп 1-1. Байтерек және Астана командалары. Қарағанды қаласы Байтерек командасы, Астана қаласы көтеріп шыққан шабандоз 11-ші нөмірдегі Кенжебек Исламов әттең алаң сыртынан шығып кетті. Тахир ат ауыстырыпты. Тахирдің астында Қасқалтақ және Ақжал. Тахирдің мерейі үстем болды. Дархан Көрпебаев Ақжалмен шығып еді. Берме! Абай шабы. Тахир Жұмашев және Дархан Көрпебаев Ақжал мен Қасқалдақ арасындағы жекпе-жекті көріп атсыздар. Айналып қана кетейін Ақжал. Ақжал алды. Жекпе-жек.
Tahir Жұмашев Серкені ұстап тұрған сәті бар. Көріп тұрсыздар. Tahir көтерді. Осы ойынға Тараздан кеп ағалар. Осы ойынға Тараздан келген ағалар Еркебұлан мен Дулат Еспергеновтер салым салатын болса, Тараздан келген ғалым ағасынан 10 мың теңге салым. Арнайы арнап інілеріне тігіп отыр. Тараздан келген ғалым ағалары. Серкені көтеріп шыққан Tahir Жұмашев қазғалтақпенен жеңімпаз болған. Абай Серкені ат дәл жіберген жоқ. Тоқтатыңдар, төрешілер барыңдар, төрешілер барыңдар. Төртінші нөмірде Хасенов Болат, және үшінші нөмірде Қартқожақ Нұрболат. Нормально хоккейден солай болған төбелес. Атта олаға біз төбелес ойында емес. Бесми төбелес болмыш дейді хоккейде. Жекпе-жек ары қарай Жекпе-жек ары қарай жалғасуда. Tahir Жұмашев пен Дархан Көрпебаев Ақжалмен ендігі жолы Қасқалтақ тебеді. Дархан Көрпебаев Серкені көтерді жерден. Жеке дара кеткен сәті Дархан Көрпебаевтың шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Есепке алынбады, Серке шеңберден дөңгелеп шығып кеткен сәтін көрдіңіздер. Ал жаппай талас шеңбердің ішінде. Ережеп әттең Ережеп Абайдың көтеріп шыққан сәтін көріп едіңіздер. 11-ші нөмірдегі Кенжебек Исламов Серкені көтеріп кеткен сәтін көрдіңіздер. Астындағы ат көк дауыл. Ойынның 26-ші минут өтуде. Серке алаң сыртына шығып кетті. Осы жерден жекпе-жекпен ойын жалғасын табатын болады. Ойын ортада жекпе-жекпен жалғасуда. Tahir Жұмашев пен Дархан Көрпебаев Tahirдің көтеріп атқан сәтін көріп тұрсыздар. Астындағы ат Қазғалтақ. Бұр ат, аттың басы бұр. Берме Дархан. Дархан тартып алған сәтін көрдіңіздер. Арслан қара нарға шық, Қабжанов шық қара нарға.
çağılmaydı bu. Emin yolda. Ерлан Канапин қанша минут Ерлан? 2 минутке қара нарға шығарылды Астана қаласынан. Рома қасында тұрсай. Шап! Дархан Көрпебаевтың шабуылға шыққанын көрдіңіздер. Астана қаласының ойыншылары 3 ойыншымен қорғануда. Көрпетай Қарағандыға, Байтерек Қарағанды қаласының шабандоздары жеке дара шабуылға шыққан Дархан Көрпебаевты көріп тұрсыздар. Серке өтіп кеткен сәті мәреден. Есеп 2-1. Көрпетай командасының шабандоздары 4-ші нөмірдегі Еспергенов Дулат. Салым береміз. Дулат бері кел, Дулат бері кел. Дулат. Ойнай бер. Қалмағаннан 10 мың теңге салымың бар онда. Ал жалғасын. Ойнарға жалғасын табуында. Уақыт, Ерлан, уақыт. Ойын арқарай жалғасын табуда Байтерек шабандоздары командасының шабандоздары шабуылда 9-ші нөмірдегі Еркебұлан Тауасардың тақымында көкпар. Жеке дара баратқан сәтін көрдіңіздер мәреге. Серке өтіп кетті. 11-ші нөмірдегі Кенжебек Ислямов Серкені көтеріп шыққан сәтін көрдіңіздер. Тақым асырып басып алған. Ережеп Абайдың тақымына ауысты Серке. Тарт алмас. Абайды жүгеніне бүйтіп соқтар, бір жаңа осы соны. Тура соны келген көріп тұрмын. Судья от деге айтып олар. Судья өз айтып болды. Судья соқыр ебан еді. Дархан Көрпебаевтың тағы да мере үстем болып атқан сәтін көріп атсыздар. Тахир Жұмашев және Дархан Көрпебаевтың арасындағы тартыс жекпе-жек. Екі шабандоз бірдей Серкені ұстап шеңберден шығып кетті. Бісміллә. Ойын тоқтады. Төреші ысқырығын шалынғанын көрдік. Тұра тұрыңдар шабандоздар, әлі ысқырық болған жоқ қой, төрешінің пәрменін күтіңдерсейші. Төреші, ойынның аяқталуына 6 минут уақыт қалды. Ey mal. Ey mal diyor.
Дархан Көрпебаевтың мерейі үстем болды. Жекпе-жектен Ақжал мен Дархан Көрпебаев басып шықты Серкені. Енді пас ауысып атқан сәтін көрдіңіздер. Өдесхан Еламан Тұз деген атпенен жеке дара баратқанын көрдіңіздер. Есеп саналған жоқ. Ойын жаппай алаңның ішінде шеңберден көтер. Ережеп Абайдың көтеріп шыққан сәтін көрдіңіздер. Жол жігіттер. Жеке дара кеткен Ережеп Абайды көріп отырсыздар. Жеке дара кеткен Ережеп Абайды көріп отырсыздар. Байтерек командасы қорғана білуде, Астана командасы шабуылда жүргенін көріп тұрсыздар. Ережеп Абайдың тақымында әлі Серке Мәренің қасында 3 метр жерде айналып кере алмай тұрған сәті керемет қорғаныс болып жатыр. Осы жерден үздік қорғаушыларды көре берсеңіздер болады. Ұйымдастырушылар алқасы Ережеп Абайдан мәреге келген сәті сүртекте келді. Көкпар тартып атқан Еспергенов Дулаттың тартып атқанын көрдіңіздер. Тақымнан шығарды. Тақымнан алды. Еспергенов Дулат тақымнан тартып алған сәтін көрдіңіздер. Алмаз ба? Құйын атты тұлпарменен Кәрібаев Алмастың шабуылға шығып баратқанын көрдіңіздер. Жеке дара кеткен сәтін көріп тұрсыздар. Жол. Уақыты. Ойынның аяқталуына 2,5 минут уақыт бар. Салым салынды, есеп 3-1. Кәрібаев Алмаз Құйын атты тұлпарменен есепті еселеген сәтін көріп отырсыздар. Ойын жалғасу табуда жалғасын. Есеп 9 нөмірдегі шабандоз Еркебұлан Тауасар Реал атты тұлпарменен. Астындағы тұлпар Қазақстан Республикасының құрама командасының тұлпары болып саналады. Жеке дара кеткен сәтін көрдіңіздер. Жоқ, есепке алынбады. Жаппай Серкеге талас басталды. О жерде додадан шабылады ары қарай. Серкенің Көрпетай командасының шабандоздар көтеріп шыққан сәтін көріп отырсыздар. Байтерек командасының көтеріп шықты. Серкен шабуылға Байтерек командасының шабандоздары кетіп бара жатқан сәті. Жол жігіттер. Төреші 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уақыт төреші, уақыт. Осымен кездесу аяқталды. 3-1 есебімен Байтерек командасы жеңіске жетті. Команданың жетекшісі Рахым Берлин Дастанды құттықтап қоямыз және Сәкеңді құттықтап қоямыз осы ойынның ұйытқысы болған. Төрешілер сәлемдесін өтсін содан кейін. Беріңіздер, осыдан кейін келесі кездесуімізді өткізетін боламыз.